Мысалы ажырасқан адамның сөзін ажырасқан әйел тыңдаса болады мысалы. Бірақ тұрмыстағы әйел емес та. Интернетте күн ұзаққа отырып сол әлеуметтік желідегі нәрсеге тояды да тып-тыныш жұмыстан келген күйеуіне байланады. Енді әрбір отбасының өзінің бір кішігірім бір несі болады, құпиясы, өзінің әлемі. Яғни ел деген туыс қой. Мысалы ағайын мен ағайын арасын не жарастырады дегенде, ағайын мен ағайын дастархан шай жарастырады дейді. Әйел адам әлсіз ғой, ол ұра алмайды, күшін көрсете алмайды. Күштің барлығы тілмен шығады. Адам өзі қандай ең бірінші оған сондай жар жолдарын білу керек. Әйеліне командировкаға кеттім деп өтірік бір жұма мынаның үйінде кейін ол дұрыс емес, тығылу жалпы шариғатта құпталмайды ол. Қайырлы күн, құрметті біздің көрермен. Бүгін бізде кезекті подкаст. Бүгінгі біздің тақырыбымыз отбасы құндылығы. Неге жастар арасында ажырасу көбейіп жатыр деген тақырыпты қозғайтын боламыз. Бүгін бізде студиямыздың қонағы Батыс Қазақстан облысының орталық мешіттің наиб имамы Шақаев Бағдат Русланұлы. Бәке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Сұхбат беруге келгеніңізге рахмет. Сізге енді алғашқы сұрақ, бүгінгі жастардың үйленуді кейінге қалдыруының негізгі себептері не деп ойлайсыз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алдымен Бағдат мырза, сізге рахмет осы бізді подкастқа шақырып, осындай жақсы тақырып таңдап ұсыныс жасағаныңызға. Әрине біз қай уақытта болсын осындай ұсыныстарды қабыл алуға, жалпы пайдамыз келгенше, қолымыздан келгенше пайдамыз тигізуге біз қашанда тырысамыз. Біз үйленуді айтып жатқан уақытта артынан ажырасуда деген артынан ілесіп жатады. Бүгінгі тақырыбымыз жастар неге үйленуден бас тартады деген сұрақтан бастадыңыз. Ол жалпы үйлену деген не, отбасы құру деген соған бір қысқа тоқталып кетейік. Аллах тағала адам баласын сансыз нығмет берді. Барлығын санап шегіне жету мүмкін емес. Біздің көруіміз, жүруіміз бұның барлық нығмет бар. Соның ішіндегі ұлы нығмет ол отбасы құру. Себебі отбасы құрған адамға Алланың мейірімінен басқа тағы да келетін сансыз нығметтер бар. Енді қазіргі уақытта жастарымыз неге үйленуден бас тартады? Енді мен ойлаймын, бұл үйдегі ата-ананың әсері бар. Себебі мына әлеуметтік желінің дамуы, блогерлердің шығып түрлі нәрселерді жастарға көрсетуі, сосын жастардың талаптарының өзгеруі. Бұрын үйленем десе, бірінші тегін сұрайтын еді, қай жерден, руы кім, кімнің отбасынан деп бірінші таңдаған жарының сол тұсынан бастайтын еді. Ал қазіргі қызы тұрмысқа шығған бала үйленем десе, ең бірінші материалдық тұрғы бірінші кезекте тұрады. Балам үйленем десе, ата-анасы айтады, бірінші жұмысыңды істеп ал, ақшаң жинап ал, ертең нан таба алмай жүресің, үйіңді алып ал, көлігіңді алып ал деп бірінші балаға материалдық тұрғысынан көп ауыртпалық салады. Ал қыз бала тұрмысқа шығам десе де, ата-анасына келіп, мысалы, тұрмысқа шығам, жар таптым десе айтады, ол кім? Кімнің отбасынан? Жұмысы бар ма? Қайда жұмыс жасайды? Ертең сені асырай ала ма? Саған осы біз алып беріп отырған нәрсені алып бере ала ма? Қандай айлық табады деп, оларға материалдық тұрғыдан да екі жақтан адамға бір ауыртпалық салады. Ал кейін жасқа бауырларымыздан сұрасақ, неге үйленбейсің деп, олардың айтатын жауап сол: әлі дайын емеспін. Ал дайын еместік деген нәрсе қай жағынан? Материалдық жағынан. Үйім жоқ, жұмысым әлі сол жоғарғы деңгейдегі айлыққа жете алмай жатырмын, астымда көлігім жоқ, алып алайын, кейін көреміз деген. Ал негізінен қарасақ, қазағымыз керемет екі ауыз сөзбен айтқан: бас екі болмай, мал екі болмайды. Бұрынғы біздің дәстүріміздегі бар нәрсе қазір кішкене артта қалып жатыр. Бұрын үйленем десе, ең бірінші қыз қандай, анасы кім, әкесі кім деп сұрайтын. Себебі ана көрген томыш ет, әке көрген оқ жонар дейді. Біздің ұстаным сол болды. Анасы ұстынды болса, ол үйдің ұстыны болады дейді. Мысалы, балам үйленем деп келсе, бірінші отбасында кімнің отбасынан? Ол отбасын не үшін сұрайды? Өйткені қазақтар білген, ол отбасында не бар? Еркегі сөйлей ме, әйелі сөйлей ме? Еркегі сөйлеген үйден қыз ал деген. Өйткені ол анасы еріне бағынған отбасыдан ертең қызы саған бағынады деген. Ал әйел сөйлеген үйден қыз алма деген. Өйткені ертең ол сен де бағындырғысы келеді деп айтқан. Жастардың осы дәстүрімізден сәл алыстауы. Әлеуметтік желіге келеді, кіргенде блогерлердің жалған өмірін көреді. Блогерлердің барлығы ондай бір мәнді емес қой. Бір жақсылық болса, артынан міндетті түрде оның бір қиындығы жатыр. Ол жай ғана сол сәттегі бір бақытты сәттерін өмір сүріп те қояды. Ол кейбіреулерінің үйлері де бір жалғалыққа үйлер,
көлігі де жалға алынған көліктер, мысалы бір-біріне алтын сыйлап жатады. Қыздар соны көргісі келеді. Ол тұрмысқа шыққаннан міндетті түрде күйеуінде жақсы машина болу керек, үй болу керек, барлық дайын нәрсеге барғысы келеді. Ал негізінен дайын нәрсенің берекесі болмайды мысалға. Барлық нәрсеге бірден екеуі жоқ кезде үйленсе, қай нәрсеге бірігіп жетсе, соның берекесі болады. Біздің ата-ананың себебі осы нәрседе жатыр. Ата-ана баласын үйрету керек. Бірінші мал тап, үйі болсын, ақшасы болсын деп емес, ең бір иманды болсын. Пайғамбарымыз айтады ғой, үйленген уақытта қарайтын тұстарын айтқан. Соның ішінде имандылық деген нәрсенің астын сызған. Бізде ата-ана баласына имандылықты айту, тақуалық. Ол Құдайдан қорыққан адам міндетті түрде ол басқа нәрседен аулақ болады. Сол үшін ата-ананың әсері бар. Үйленем, тұрмысқа шығам деген уақытта материалдық тұсты бірінші орынға қоймау керек. Сол себепті кез келген қыз баладан, кез келген жастардан сұрасаң, айтатын сол дайын емес. Ал қыз баладан неге тұрмысқа шықпайсың десең, нормальный жігіт жоқ. Нормальный жігіт дегені жағдай жоқ, жігіт жоқ деген ғой. Екі жақтан біреу жағдайы барын іздейді, бұл жағдайын көтеріп алғысы келеді, сөйтіп жүрген уақыт жастық шағы өтіп жатыр. Ал негізінен отбасының дәмі болатын жастық шақ қой. Бір-біріне тоғысып, үйренісіп кетуі, бір-біріне жарасып, мінездерін жарасып кету жастық шақтан ғой. Өйткені екеуі де иілгіш болады, екеуі де көнгіш болады. Ертең 30-40-қа келгенде үйленген уақытта екеуінің де басында қатты мінез болады. Анау әйел өзінікін айтқысы келеді, ер адам өзін айтқысы келеді, жарасып кету қиын болады. Жастық шақтағы нәрсе бейімделуге, үйренісіп кетуге тиіс. Сол үшін жастық шақта үйленген дұрыс. Рахмет. Енді жаңа мысалы осы бізде шариғатқа қатысты айтсақ, жаңағында енді үйлену сүннет деп жатамыз. Енді кейбір жағдайлар болады, үйленуге рұқсат берілмейтін де тұстары болады деген сияқты. Осы моментті кішкене ашып айтып берсеңіз. Үйлену ол әрине сүннет. Біздерде қалай түсінеді сүннет деп? Тек қызды тауып, мешітте некесін қиып, бітті, біз сүннет орындадық деп айтады. Ал негізінен қарайтын болсақ, ол сүннет қай жағын? Біз пайғамбарымыз орындаған амалды айтамыз, сүннет деп. Пайғамбарымыз бізге не көрсетті? Ол сүннетін көрсетті. Қай жағдайда? Бірінші, үйленер алдын жар таңдауы, кейін сол жарына сай ақысын беруі. Мысалға бізге мешітке неке қиюға келген жастар біз айтамыз. Сүннет ол қай уақытта сіздер сауап боласыңдар. Отбасы құрғаннан кейін сіздер біреуге үлгі бола білсеңдер. Мысалға бір қыз бала тұрмысқа шықты ма, сол қыз балаға қызығып жанындағы тұрмысқа шықпаған құрбыларының тұрмысқа шығуға асығуы. Мысалы шықты бақытты. Сол бақытты жанында құрбыларын жеткізе алса. Бала үйленді, үйленгеннен кейін бойдақ жанындағы достарын некеге қызықтыру. Үйлендім, көйлегім көк, тамағым тоқ, шүкір, үйленген жақсы екен деп айтатындай болу. Ал сол нәрсеге жеткізетін отбасыдағы бір-бірінің алдына міндеттерін орындау. Ал енді кімге неке ерте деп айтайық, негіз кімге неке қиюға рұқсат етілмейді? Ол ең бірінші ақыл есі дұрыс емес адам ғой, енді шариғатта айтады. Енді балиғатқа жас жетпеген адам, мысалы ілім жолында жүрсе біреу, оған не абзал болады? Ілімін аяқтап, сол ілім жолын соңына дейін жеткізу. Мысалға ілім жолына түсті, орта жолдан үйленіп ілімін тастап кетсе, сондай жағдайлар бар. Шариғатта кімге үйлену парыз делінсе, жасы жетіп, жағдайы жетіп тұрғанда үйленуге асық деген. Бірақ соның ішінде шариғат ашқан ең бірінші ілім жолында жүрген адам. Яғни жаңағы үйленудің негізгі үкімі сүннет дейміз. Бірақ енді қандай да бір себепке байланысты, жаңағыдай отбасы жағдайына байланысты, мысалы енді біреудің қызын енді аманаттап алып кеткеннен кейін, оны сен енді оның былай айтқанда нәпақасы сенің мойныңда. Енді сол нәрсе әзірше сенде болмай тұрса, тағы да болмайды. Жоқ. Бұл жерде нәпақа табудан пайғамбарымыз қорықпаңдар деген. Біреулер асырай алмай қалам деп үйленбесе, емес үйленгеннен кейін бака бала керек емес, бірінші өзіміз дұрыстап алайық деуде қате. Өйткені ризық Алладан. Әр далада айтады ғой, бір қошақан туса, далада бір журжан шөп артық шығады дейді. Сол сияқты әр бала ризығымен келеді. Ал бана жоғарыда айтқанда екі жар қосылатын болса, оның ризығын Алла қосады. Себебі Құранда аят бар. Сендер ризықтарыңды үйдегі әлсіздерден іздеңдер дейді. Ол әлсіздер кім? Балалар, әйеліміз және үйдегі қолымызда болса ата-анамыз. Солардың ризығы үйдегі ер адаммен келеді. Демек, не түсінеміз? Мен асырай алмай қалам деп оймен үйленіп жүру ол күнә болады. Үйленбей қашып жүру.
Керісінше пайғамбарымыз саллаллаху сахабалар келіп сұрайды ғой, кедеймін, не істеймін деп үйлен дейді. Не үшін? Өйткені ризық сол адамның, әйелдің ризығы ер адам арқылы келеді. Баланың ризығы да ер адам арқылы келеді. Үйдегі ақсамайлы әжеміз, ақсақалды аталарымыз, ата-анамыздың ризығы да сол адам арқылы келеді. Сол үшін ондайдан қорықпау керек. Ондай адамға керісінше үйлену керек. 30 жасқа келіп, жағдай жетті, 30 жастағы жігіт кәдімгі бір күші бар, жұмыс істесе, жұмыс жасай алатын, аяқ-қол балғадай жігіттер жатады. Жағдайым жоқ деп. Ол еріншектік бірінші. Екінші, ондай адам үйленіп бір жауапкершілік сезінсе, ол адамда бір орда бұзылады да 30-ға. Сол үшін ондай напаққа асырай алмай қалам деп некеден қашу дұрыс емес. Негізінен некеде міндет болған адамдар бар. Некеде қалай айтуға болады? Жағдай жетіп тұр. Бірақ некеден қашатын болса, ол күнә болып есептеледі. Өйткені ол жағдайға ажырасуы мүмкін. Шахуат бар, бірақ жағдайым жетіп тұр, қызға барып жүрейін десе, ол күнә. Ондай үйлену керек. Не үшін? Өйткені некесіз адаммен қосылудың шариғатта үкімі айтылған. Дегенмен де пайғамбарымыз айтқан, неке үйленуге жағдай жетпеген адамға да шариғатта үкім бар. Ораза ұстасын деген. Ораза ол адам үшін қалқан болады дейді. Түсінікті. Жаңа сіз бір сөзіңізді қозғап кеттіңіз, блогерлер туралы. Қазіргі уақытта жаңағы отбасылық психологтар дейміз, әртүрлі жаңа отырып алып, біреудің өміріне, яғни біреудің отбасына араласатындар бар. Бұл енді сіздің пікіріңізше қаншалықты дұрыс? Осы бір естіп едім, осы Оралда бір әйел адамдардың несі бар екен. Өздерінің WhatsApp-та топтары бар екен. Аты да қызық, қателеспесем бір асыл аналар дейме, бір групп топ бар екен. Сол топтың өзінде ылғи ажырасып келген әйел адамдар екен де. Солар отырып алып, бір отбасы туралы бір нәрсе айтады. Сол сияқты жалпы интернеттегі адамның ақыл айтып жатқан психолог болсын, басқасы болсын, бәрі де бір байдан қайтып, өздері де бір отбасын ұстай алмай, бір отбасын ұстыны бола алмай қалған әйелдер ғой негізі. Бірақ әйел айтады, әйел адам ер адамнан кем түспеу керек, әйел адам ер адамнан жоғары тұру керек, отбасыда ер адам бүйту керек деп. Сол сияқты ондай болмау керек қой. Адам бір ақыл айту үшін өзі бір соған үлгіге сай болу керек. Мысалы мен түсінемін, қолында енесі бар, күйеуін алақанда ұстап, жаңағыдай үлемен бүлдеге орап, жалпы бір отбасын ұйытып жатқан әйел бір нәрсе айтатын болса, ол түсінікті. Бірақ не күйеуімен бір тұрып жарытпаған, бір отбасын ұстай алмаған әйелдер қазір интернетке шығып алып, психолог болып каучтар қазіргі керемет отбасылар бұзып жатады. Еркек пен әйелдің арасында өздерінше бір болу керек болған нәрселерді айтады. Мысалы, ер адам тек миллиондап ақша табу керек. Ер адам тек апта сайын әйеліне алтын беру керек. Әйел адам сен бүйтуің керек. Қазіргі істеп жүргендердің барлығы дұрыс емес деп ақыл айтып, керемет отбасылар бұзып жатыр. Негізі ол дұрыс емес. Жалпы шариғатта отбасы берік болу үшін бір-ақ нәрсе жеткілікті. Ол ер мен әйел алдында ақыларды орындаса болды. Артық бір адамның ақылы керек емес. Адамның бір советі керек емес даже. Бүгін шариғат бекітіп берген барлық нәрсені. Сен соны істе, сол кезде барлығы жақсы болады дейді. Ер адамның әйелдің алдындағы ақыларын шариғат түртіп берген. Сен соны істе, басқа тұрма. Әйелге де сол нәрсені сызып берген. Әйел де сол нәрсені істесе, бұл отбасы бақытты болған. Ешкімнің сырттан ақыл керек емес. Өйткені бес саусақ бірдей емес болған секілді барлық отбасы бірдей емес. Бір отбасыда жағдай бар, бір отбасыда жағдай жоқ, бір отбасы пәтерде тұрады, бір отбасы үйде тұрады, бір отбасының баласы бар, бір отбасында бала жоқ. Біреуінің әйелі бар, біреуінің күйеуі жоқ. Жалпы әртүрлі жағдайда, бірақ бір адамның сөзі барлығына үкім болмау керек. Ол адамды, мысалы, бір ажырасқан адамның сөзін ажырасқан әйел тыңдаса болады, мысалы. Бірақ тұрмыстағы әйел емес та. Интернеттен күн ұзаққа отырып, сол әлеуметтік желідегі нәрсеге тояды да, тып-тыныш жұмыстан келген күйеуіне байланады. Содан ұрыс шығады, кейін отбасына ауызбіршілік етеді. Ондай жағдай көп бізге мешітке келіп жатады. Интернет деген қарап алады да, сол нәрсе менен сұрайды дейді. Ол нәрсе болмайды ғой, ол деген адамның жағдайы әртүрлі. Сол үшін барға қанағат деген нәрсе бізге жүрегімізге тыныштық береді, көңілімізге де жалпы тыныштық беретін нәрсе қанағат. Ол әсіресе әйел адамдарға керек нәрсе. Негізі мынау соңғы уақытта шыны керек дәл осындай
жаңа контентпен айналысатындар көбейіп кетті ғой. Кейбір шыны керек, кейбір жаңағы халыққа танымал адамдардың арасында да, және кейбір ұстаздардың арасында да, және кейбір жаңа психологтардың, коучтардың арасында да көбейіп кетті ғой негізі. Сәл жаңағы просмотр керек болатын болса, жаңа репост керек болатын болса, әйелдердің нәпсісіне жағатын жаңа күйеулердің әйелдің алдында міндеттерін айтып береді. Сосын әйелдер жаңа күйеулеріне жібереді. Не болмаса керісінше күйеулері жаңағыдай күйеу үйінен келген кезде әйел өйту керек, әйел бүйту керек дейді дағыны, оны наоборот күйеулер әйелдеріне жібереді. Бұл енді менің ойымша бұл жаңағы отбасының ішіндегі бір кішігірім жаңағы суына себеп болады деп ойлаймын. Бұл да енді жаңағы бар ғой, шайтандарды жаңағы қызметіне қарап бөлінеді ғой енді. Соның ішінде именно мынау әйелі мен күйеуінің арасында араздастыратын шайтанның аты дәсим деп аталады, білесіз. Дәсим деген шайтанның аты. Яғни мен ойлаймын, осы жаңағы коуч сымақтар өздері жағындай білмеген түрде осы дәсимге бір көмекші болып жүрген сияқты. Адам мен адамның арасына түсу ол дұрыс емес қой негізі. Енді әрбір отбасының өзінің бір кішігірім бір несі болады ғой, құпиясы, өзінің әлемі. Төле би бабамызға бір 6 жасар бала келіп сұрақ қояды. Сол кезде 3 сұрақ қояды. Соның бірінші айтады: ел мен ел араздасса дейді. Яғни ел деген туыс қой. Мысалы ағайын мен ағайын араздасса арасын не жарастырады дегенде, ағайын мен ағайын дастархан шай жарастырады дейді. Мысалы бір адам біреумен ренжіп жүрсе, соны шайға шақырса, үйіндегі барын беріп, бүкіл жайып, сол жерде ыстық мәміле жасап, кейін дастарханнан тұрғаннан кейін бұрынғы реніштері басылады. Одан сұрайды: әйел мен ер ренжісе не болады дейді. Араларын қалай соны татуластырады дегенде, ер мен әйелдің арасын бір төсек татуластырады дейді. Демек не нәрсе, ер мен әйел ренжісетін болса, оның арасында үшінші адам керек емес. Уақыт келгенде олар жаңағыдай татуласады. Үшінші сұрағаны: аға мен бауыр ренжісе дейді. Араларын не татуластырады дейді. Сонда айтады: аға бордан, іні зордан, аға кесерлі болса да, іні кесерлі болса да, аға кешірімді болу керек дейді. Сол секілді айтайын деген, ер мен әйел ренжісе, олардың татуласатын нәрсесі бар. Үшінші адам келіп, оған кірісіп, әйелін күйеуде, күйеуін әйеліне жағып, ол дұрыс емес. Тіптен сондай жағдай болғанның өзінде де адам ақылға тоқтау керек, әйел де, ер де. Өйткені оларды арада ренжісіп, ұрыстырып жатқан, араға түсіп жатқан шайтанның бар екендігін оймен түсіну керек. Біреуі сабыр ету керек. Ол тарихта да ешқандай адам әйелін жеңбеген ғой, ұрысып. Ер адамда тақуалық болу керек, даналық болу керек. Әйел адам ұрысып жатса, өйткені ер адам біреуге ренжісе ұруы мүмкін. Мысалы, ренжіден ұрдың біреуді, сонымен ашуым шықты. Кейін адамға ренжі жоқ. Әйел адам әлсіз ғой, ол ұра алмайды, күшін көрсете алмайды. Күштің барлығы тілмен шығады. Ол ер адамға бүкіл нәрсесін арттан қопарып айту мүмкін. Бірақ ер адам соны түсіну керек. Ер адам біреуді ұрып ашуын басқан секілді, әйел сөйлеумен оның ашуы басылады. Тыңда немесе үйден шығып кет болды. Бірақ олмен жағаласып, олмен ұрыссам деп ол дұрыс емес. Рахмет. Енді бастапқы жақтан негізге қайтсақ тақырыбымызға. Мынау енді қазіргі үйленуге ниет білдіріп жүрген жастар, мысалы үйленгісі келеді, бірақ енді белгілі бір себептермен әзірше үйлене алмай жүр. Сондай жастарға жаңа екінші жартысын табуда қандай критерийлер бар? Қандай кеңес бересіз өзіңіз? Үйлену жағынан адам бірінші өзін таниды. Адам өзінен басқа ешкім оны тани алмайды. Сол секілді адам өзі қандай, ең бірінші оған сондай жар жолығатынын білу керек. Өзінің не білдіргенін, не істеген адам біледі, одан артығын адам таба алмайтындығын ең бірінші түсіну керек. Одан кейін шариғатымыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, адам жар таңдаған уақытта 4 нәрсесін қарайтындығын айтқан. Ең бірінші дүниесіне, яғни дәулет бай ма, кедей ма деген адам бірінші ой соған түседі. Екінші сұлулығы, үшінші тектігі, төртінші сұлулығы дейді. Одан кейін адамның ішіндегі төртінші діндарлығы. Соның ішінен ең хайырлысы деген діндарлық, имандылығы ғой. Себебі адам шынымен тақуа болатын болса, ол Құдайын таныған болса, ол дінді ұстанатын болса, ол адамда қанағат деген нәрсе болады сол үшін. Мысалы, ол сол адам тұрмысқа шықсын, немесе сол адам сол жарды әйел етіп алса, ол дүниенің жарты байлығын ұстағанмен тең болады. Мысалы, бір адам дәулет болуы мүмкін, бірақ әйел нашар болса, ол адам бақытты өмір сүре алмайды. Ақша оған сол бақыт бере алмайды. Не береді? Үйдегі жардың жылулығы береді. Мысалы, сіз жұмыста бір
айғай шу бір проблема болып үйге келсеңіз, сізді жұбататын әйеліңіз ғой. Бәрі жақсы болады, сабыр ет деген бір сөздің өзі ер адамға қандай бір мотивация береді. Сол үшін жақсы жарды имандылығына қарап таңдау керек. Дүниесі бар ма, дүниесі жоқ па, оның артынан келетін жүгі бар ма, жүгі жоқ па қарамау керек, несіне имандылығына қарау керек. Өйткені дінде мына нәрсе бар, балаға әкенің ең істеген жақсылығы жақсы ана таңдау дейді. Ол таңдаған уақытта өзі үшін емес, болашақ балама ана болатын адам іздеу керек те. Мысалы, өзі тақуа болатын болса, ол адам ертең ұрпақтарын дәл солай тәрбиелейді. Дүние қызығатын әйел адам ертең баласы да сондай қылып тәрбиелейді. Баққан тек ақша, дүние, сондай нәрсе айтуы мүмкін. Ал сұлулықтың өзі де ол мәңгі емес қой. Кез келген адам, тіпті әйел адам бір бала дүниеге әкелгеннен кейін өзгереді. Ал адамда өзгермейтін нәрсе имандылық. Сол үшін жастар имандылығына қарау керек. Әлеуметтік желідегі түрлі нәрсені көріп алып, сондай ойындағыдай, фантазиядағы сияқты ертегі өмірді іздемеу керек. Мысалы, бір сұлуды алып алдым, бітті бақытты өмір. Ертең сұлулығын шығарады ол. Ол адам өзінің жағдайын біледі, жағдайына сай іздеу керек. Тең-теңімен, тезек қабымен деп айтады ғой. Мысалға, бір отбасылар болды, ажырасып жатыр. Одан сұрады, не үшін ажырасып жатсың? Баланың жағдайы жоқ, тіпті ата-анасы пәтерде тұрады, бірақ алған қыз үлкен сәулемейді, өте баяды. Ана баланың ата-анасы құдаларының үйіне бара алмайды. Олармен екі ортақтасып бір тойға бара алмайды. Ана кісілер миллиондап ақша шығарса, бір 100 мың шығара алмайды. Айтады, бір-біріне ұялады. Сондай теңдік болмаған жерде ағайынды араласпайды. Араласу үшін теңдік болу керек. Сол нәрсені бала ақылға салып ойлану керек. Қыздың ата-анасы қандай, менің ата-анам қандай, болашақта олардың араласуы. Тойға шақырса келмейді. Аналар бұның тойы менсінбейді, бұлар оған бара алмайды. Өйткені жұрт шығарып атқандай ақша шығара алмағаннан қысылады. Бармай-ақ қойықшы дейді. Бармағаннан кейін сен ата-анаң келмеді, сенің жандай болмады деген сияқты ұрыстан отбасыда береке болмайды. Осы имандылыққа қарау керек қой. Барлық нәрсе кез келген дүние әкеліп имандылыққа тірейді. Дүниенің қай жағынан қарама, отбасы болсын, жұмыс болсын, бала тәрбиесі болсын, кез келген жағын қарасаң, барлығы имандылыққа әкеліп тірейді. Сол тұсын көбіректі қарап таңдау керек. Енді мынау соңғы уақытта енді қозғамай кетуге болмайды. Мынау кейбір жағын намаз оқитын бауырларымыз бар. Осы неке тақырыбын жеңіл қарайтын. Яғни, мысалы үшін бүгін жаңағы бір әйелмен неке қияды, ертең оны жібере салып, басқа әйелмен неке қияды деген сияқты. Некенің ауыртпашылығы адам сезіну керек. Өйткені Алла тағала әділ деген сипаты бар ғой. Алла әділ. Біз діндар адам болғаннан кейін бірінші сол нәрсеге сенеміз. Әйел адам ол Алланың аманаты. Мысалы, бәріміз қыз өсіріп отырмыз. Ол қыз бала біреудің анасы, қыз бала біздің қарындасымыз, қыз бала біздің қызымыз, әпкеміз, барлығы қыз балаға сөйтіп қарау керек. Сіз біреудің қызын ренжіткен болсаң, біреудің қызына тағдырына балташ болып ренжіткен болсаң, Алла ертең адам солай сынауы мүмкін. Өйткені қыз баланың көз жасы деген нәрсе ол қорқалмайды. Неке деген нәрсе де сол. Некенің шарттарында бар ғой, неке ол өмірлік болып ниет етілу керек. Бір адамды алайын деп жатырсыз ба, сіз біліңіз, сіз Алланың аманатын алып жатсыз. Өйткені оның әрбір талшасына адам қияметте жауап береді. Тіптен айтады, әйелді алып алып, бірақ оған қажеттілігін өтемеудің өзі күнә дейді. Ол қажеттілігі ең төмен болған қажеттілігін өтемеу күнә болса, ал біреуді үйленіп пайдаланып нақтыпса, ол өте күнә болады. Сосын шариғатта бізде жоғарыда айтқан неке деген солай түсінеді. Мешітке келіп неке қиып жатсаң, бір сүннет орындадым деп. Жоқ, сүннет деген отбасы қалыптасу. Бана жоғарыда айтқандай біреуге үлгі бола білу. Отбасы құрдыңыз ба, оның машақатына, оның қуанышына, жақсылығына, қиындығына шыдау, төтеу. Мына ер мен әйелді Құранда киім іспеттес деп сипаттайды ғой. Бұл киім бізге қыста суықтан қорғайды, жазда ыстықтан қорғайды, жаңбыр болса судан қорғайды. Тіптен әуретіміз жабады. Киімсіз адам көшеде жүре алмайды. Ер зайыптыларда бір-біріне киім сияқты. Бір-біріне қиын кезде демеу, шаршағанда қолдау, бақытты кезде қуанышына ортақтасу, бір-бірінің айыбын жабу. Әйел күйеуінің, күйеу әйелінің айыбын жауып жүру. Енді адам алған уақытта не нәрсеге қадам басып атқандығын білу керек. Оны алып тағдырына балта жауып тастап қойды, шариғатта күнә болады. Демек, некеге жеңіл қарамау керек. Некенің шарты да сол өмірлік, мәңгілік болып ниет етіледі.
алғаннан кейін. Ал оны сақтап қалу одан да маңыздырақ та. Өйткені екі жақ ата-ана бірінші туыс болады. Екі жақ ата-ана алтын көпір салды деп қазақта тұз сөйлегенде айтып жатады ғой. Сол көпірді олар жарастырып жатыр. Екі жақтың туыстарын біріктіріп көпір құрып жатыр. Демек ол алды, ана жері ұнамай қалды, мына жері ұнамай қалды, мына жағын білмей қалдым деген нәрсе ол жүрмейді. Енді соңғы жаңағы қорытынды сұрағымыз болсын. Мынау қазіргі уақытта көп әйелдік мәселесі. Көп әйелдік дегенде енді ол түсінікті, бірақ именно кейбір намаз оқитын жаңағыдай дінді дұрыс түсінбеген бауырларымыздың арасында бар. Екі әйел алып алу, үш әйел алып алу деген сияқты. Шариғатта бар нәрсенің барлығы бүкіл адамға парыз бола бермейді ғой. Абзал деген нәрсе бар, сүннет. Мысалы енді Құранда 4 әйел рұқсат етілгенімен, ол бір адамға бір әйел хайырлы болуы мүмкін. Бір адамға екі әйел хайырлы. Бір адамға 3 әйел, бір адамға 4 әйел хайырлы. Бірақ 4 әйел алмасаң, біттің, сен мұсылман емессің деген түсінік болмау керек. Себебі әйел алдың ба, сен бірінші сол әйелдің алдындағы ақың толық орындауың керек. Біздерде былай ғой. Мысалы екеуміз жиналсақ, сенің жағдайың жетіп, ақшаң тасып жатса, оны жиналып алып соған жүк дейді. Сені алуың керек, сенің жағдайың бар, сен ал деп сол жерден жел беріп жібереді, сол деммен барып алады. Алғаннан кейін екі жақ біледі. Ана бірінші әйелдің 4 бала 5 баласымен тастайды, мына жақ хайбай шығады, айғай-шу шығады, барлығы дінге келіп кіргелетіреді. Адам бірінші, екінші, үшінші әйелді кім алады, аяқта боте маған бәрібір деген адам сияқты. Ол үшін ер адамның ұсыс деген нәрсе, еркектік ол үйде әйелімен қалды. Бір әйел адам, ер адам жағдайы, бірақ әйеліне сөз жетпейтін болса, онда әйел адам керек емес. Жалпы алар кезде ойлану керек. Бірақ мұсылманның барлығына ол парыз деген нәрсе емес. Рұқсат. Бірақ парыз емес. Парыз не нәрсе? Бірінші отбасын сақтау. Айтады, қазақ байыса қатын алады. Дұрыстан бірінші жоқ кезде, еш нәрсе болмаған кезде саған тұрмысқа келіскен әйеліңе жететін жоқ. Сол әйел балаңды дүниеге әкелді, сол әйел сенің бүкіл кемшілігіңді көрді. Тіптен сен соның ризығымен байып кеткен болуы да мүмкін адам. Сол әйелдің бай болу ризығына жазылып, сол күйеу арқылы келді, ол адам бай. Кейін әйелін жылатады. Оған мәжбүрлеп көндіретіндер де бар, бақырып, жылатып, қаншама адам мешітке жылап келеді. Ол отбасы оны көнеді деп айтып дұрыс емес. Аласың ба, алған кезде де екі жақты тең қылып ал. Әйеліңді көндір. Мен бір жігіттің некесін қидым. Куәгерлікке өзінің бірінші әйел келіп отыр. Екі жақтың ата-анасы келіп отыр. Нағыз еркектік алды. Дұрыс, ондай адам алу керек. Қайбір адамның әйелі бірінші әйел куәгер болып келеді. Сол адам алды. Ешқандай реніш жоқ. Әйелдің өзі көндіріп келді, алды. Ол адамға екі әйел хайырлы. Ондай деңгейге жете алмаған адамға бір әйел хайырлы. Дүниең тасып баратса да бір әйел хайырлы. Ол отбасының шырқын бұзғанша, тіптен отбасылар болды, өзінің туған баласы анау деп әкесінің атын атамай кеткендер де болды. Қайсы хайырлы? Одан да бір әйелмен жүріп, балам әке деген хайырлы ғой, үйленіп алып, анау келді үйге деп айтқаннан гөрі. Ауыр сөз ғой, туған балаң үйге анау келді деп анасын айту. Сондай деңгейге жеткізбейтіндей адам ақылға салу керек. Тығылып жүргендер жетеді. Алып алып. Әйеліне командировкаға кеттім деп өтірік айтып, бір жұма мынаның үйінде кейін келдім, ол дұрыс емес. Тығылу жалпы шариғатта құпталмайды ол. Тығылып ананың үйіне барып жатып келу деген нәрсе. Ашық болу керек. Жасырын неке бізде жоқ. Жасырын неке құпталмайды. Ашық жария болу керек. Куәгердің келуі де сол себепті ғой. Неше қазақ айтады, қуаныш бөліссе артады, бөлісу керек. Ешкім жасырып қала алмайды. Неке ашық болу керек. Түсінікті. Рахмет. Құрметті көрермен, бізде бүгін қонақта болған Бұталық мешіттің наиб имамы Исақаев Бағдат Русланұлы, сізге үлкен рахмет. Құрметті көрермен, осы видеоның астына өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз.